Сәлем достар, сіздермен бірге Салтанат. Бүгін сіздермен бірге өзгеше дайындалатын ауызашарға қаңқортақ дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Колокольчикті басып қойсаңыздар, маған жаңа видео шыққанда біріншілерден болып көретін боласыздар. Ал бастайық. Ыдысымызға 500 грамм ұнымызды салып аламыз. Оның үстіне ерітілген 120 грамм сары майымызды саламыз. 250 грамм қаймағымызды салып аламыз. Үстіне жарты қасық қопсытқыш саламыз. Жарты қасық дәміне қарай тозымызды салып, 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып, жұмсақ әдемі қамыр дайындайтын боламыз. Қамырымызды бірінші қасықпен жақсылап араластырып, содан соң қолыммен жақсылап қамыр иледім. Қамырымызды енді дайын болды. Қамырымызды пакетке салып, 20 минутқа холодильникке салып қоямыз. Ал енді қамырымыз дайын болғанша, біз картопымызды 1 килограмм картопымызға 5-6 қасық сұйық майымызды құямыз. Оның үстіне тұз қосамыз, 1 қасық кішкентай қасықпен, үлкен қасықпен 1 қасық паприкамызды қосып, жақсылап тұрып араластырып, листімізге фольга төсеп, оның үстіне жаңағы картоптарымызды салып шығамыз. 200 градуста 15-20 минутқа пісіріп аламыз. Ал міне менің нелерім, картоптарым пісіп шықты, тез-ақ пісіп шығады, жұмсақ. Ал енді етімізді қуыратын боламыз. Қазанымызға 2 шөміш майымызды құйып аламыз. Майымыз қызыған соң, менде 1,5 килодай қабырғалар, сиырдың қабырғалары, осыларды қуыратын боламыз. Міне еттеріміз қуырылып жатыр. Енді үстіне 2 пиязымызды ұсақтап турап, оны да салып қуырамыз. Етіміз қуырыла береді. Арада араластырып тұрамыз. Енді біз жаңа дайындап қойған қамырымызды жайып алатын боламыз. Қамырымыздан кішкентай бөлек, дәл осындай бөлек алып қоямыз. Енді мына үлкен қамырды жайып аламыз. Міне қамырымыз дайын болды. Дәл осындай қалыңдықта жайып аласыздар. Енді міне мен қазанға фольганы орап, дәл осылай жасап алдым. Фольга кішкентай қазанға үйде. Енді жаңағы қамырымызды осыған міне үстіне қойып шығамыз. Енді астындағы артық қамырларды пышақпен барлығын кесіп алатын боламыз. Дәл осылай артығын кесіп аламыз. Міне дайын болды. Енді үстіне дәл осындай пияламызды қойып, шаңырағымызды жасап аламыз. Ал міне енді жаңағы қалған қамырлардан дәл видеодағыдай етіп кесіп алып, дайындап қоямыз. Міне фольганы дәл осылай домалақтап алдым мен. Енді мына қазанның үстіне қоямын. Енді мына үстіне жаңағы қамырларымызды дәл осылай ішіне бастырып кіргізіп, шаңырағын жасайтын боламыз. Ал міне шаңырағымызды жасап болдым. Енді қалған қамырды дәл осылай етіп жасап, екеуіні қосып, міне дәл осылай екеуіні қосып, орап, киіз үйіміздің астына дәл видеодағыдай етіп, барлық жеріне қойып шығамыз.
Енді мынау түсіп қалмау үшін мындай таяқшалармен жабыстырып қоямыз. Піскен соң оны алып тастаймыз. Ал міне киіз үйіміз дайын. Енді бұны 200 градуста 25 минутқа пісіріп алатын боламыз. Ал міне біздің киіз үйіміз пісіп шықты. Мынандай таяқшалардың барлығын алып тастаймыз. Дәл осылай міне дайын болды. Ал міне біздің етіміз қуырылып пісті уже. Тек пияз, тұз, етті ғана қуырдым. 1 пиала су құйдым. Ал міне етіміз пісіп шықты. Енді тәрелкемізге етімізді салып аламыз. Ортасына ғана саламыз. Дәл осылай видеодағыда. Енді жаңағы картоптарымызды жан жағына теріп шығамыз. Міне енді укроп пен пиязды араластырып дәл осылай қойсаңыздар болады. Мынандай мен қызыл пиязбен жан жағына әдемілеп қойып шықтым. Ал міне біздің қанқуырдағымыз дайын. Үйде жасап көріңіздер. Ауызашарға өте керемет, өзгеше тағам болады. Баршаңызға ас болсын. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Міне дәл осындай киіз үйін жауып қойсаңыздар, өзгеше тамақ дайын болады. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет баршаңызға. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, дендеріңіз сау болсын.